Рецептimiz жаз мезгілінде салқын күйінде іше берсеңіздер болады. Көксей тағамы қыс айларында басқа уақытлары ыстықлай ішсеңіздер болады. Ол үшін бізге осындай фунчоза алдын ала суға дайындап пісіріп алдық. Осындай свежий қияр, кинза, помидор, капуста майдалап туралған. Біз сәбізді теркадан өтіріп, бірге маринадтадық, етімізді қуырып алдық. Осындай жұмыртқадан омлет жасадық. Біз алдымен осындай дайын күйінде сорпа дайындап алдық. Егер де сорпа болмаса, тек сумен жасай берсеңіздер болады. Сорпасына біз соя құямыз. Соямызға осындай майдалап туралған чеснок саламыз. Кішкене помидор. Уксус тамызамыз. Дәм беру үшін осындай тұз, қара бұрыш қосамыз. Кинза қосып жібереміз. Неке осылай дайындалып тұрған фунчозамызды осындай супницамызға салып, неке осындай рет-ретімен қиярымызды, дайындап қойған омлетімізді саламыз шетіне. Неке қуырып дайындап қойған етімізді салдық. Одан кейін зелінімізді. Кинза зеліні именно осы көксей тағамына ерекше дәм береді. Неке осылай дайындап алдық. Енді неке жазыланда холодильникте осылай сақтап қойсаңыздар болады. Бетіне салған әрқайсысын отдельно турап дайындап, кез келген уақытта осындай бульонын құйып, фунчозасын дайындап іше берсеңіздер болады. Неке көксейіміз дайын.